Бауырлар мен әпке қарындастар, көршілер мен жанашыл азаматтар, біздің жаңа Қазақстан үшін күрестің 2 аптасы қалды. Президент бізге мүмкіндік беріп отыр. Былай айтқанда, мәселелерін шешкілерін келсе, өз кандидаттарын таңдаңдар, солармен бірге жұмыс істейміз деп айтып отыр. Неліктен біз сияқты адамдарға дауыс берген абзал? Біз принципиалдымыз. Ер адамның күші оның принциптерінде. Исламда өтірікке, жемқорлыққа және көзбояушылыққа жол жоқ. Біз белсендіміз. Қандай да бір заң бұзушылықты көрген кезде біз оны өзгертуге тырысамыз және кез келген құқық бұзушылықпен заң түрде күресеміз. Біз сауаттымыз. Мемлекет органдардың кез келген чиновникпен конструктивті заңға сай диалог жүргізе аламыз. Біз немқұрайлы емеспіз. Азаматтардың мүдделерін, әсіресе иманды адамдардың сезімдерін жақсы түсінеміз. Біз сенеміз. Бүкіл амалдар ниетке байланысты екенін білеміз. Бірақ осы әлемде себепсіз ештеңе бола алмайды. Біз ортақ мақсатқа жету үшін күндіз түні аянбай жұмыс істеп жатырмыз. Сіздер 19 наурызда сайлау учаскелеріне барып, біздің құндылықтарымыз үшін, жоспарларымыз үшін және біздің жаңа Қазақстанымыз үшін дауыс бере аласыздар. Бұл біздің болашағымыз үшін сіздің үлесіңіз болады. Біз болмасақ, онда кім? Бүгін болмаса, онда қашан?